Тұрысбек Түсіпбеков 1947 жылы бұрынғы Қазбек би ауданы Егінлік ауылы Мұржық тау ішіндегі Мөшеке маңы Байбұлағы деген жерде дүниеге келген. Тарихына жүгінсек, бұл жерде ұлттық өнеріміздің ірі тұлғаларының бірі Тәттімбет Қазанғапұлы туған. Қазақтың ұлы композиторы Тәттімбет Қазанғапұлының тікелей ұрпағы және оның күй өнерін насихаттаушы. Тәттімбеттің 40-тан асқан күйін шебер орындаған. Композитор шығармашылығы туралы әртүрлі басылымдарда 200-дей мақала жарияланды. Тұрысбек ағамыздың орындауында Тәттімбеттің Сары қамыс күйі күй табаққа жазылып алынды. 1988 жылы өнер баспасынан шыққан Саржайлау атты күйлер жинағында ұлы композитордың Сары қамыс, Көш жарған, Жылқыда сияқты бұрын белгісіз болып келген күйлері Тұрысбек ағамыздың орындауында нотаға түсірілген. Тәттімбеттің 175 жылдығына арналған және басқа күй орындаушылар байқауларында бас жүлдеге бірнеше мәрте ие болып, Қарағанды, Ақмола, Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Талдықорған, Жамбыл облыстарының мәдениет үйлерінде лекциялар оқып күй шерткен. Тұрысбек Түсіпбеков шын мәнінде өнерді қадірлеп өскен, ән-күйді сүйген, есімі елге танымал, 8 қырлы, бір сырлы, талантты өнерпаз. Музыка әлемінде Тәттімбет тануда талай еңбек етіп, табысқа жеткен. 1989 жылы Тұрысбек Түсіпбековтың басшылығымен Егінлік ауданында Тәттімбет атындағы тарихи-өлкетану мұражайы ашылып, алдына Тәттімбеттің ескерткіші қойылған болатын. 1989-2011 жылдар аралығында Егінлік тарихи-өлкетану мұражайының директор қызметін атқарып, мұражайдың дамуына зор үлес қосқан қайраткер. Тұрысбек Түсіпбековтің өнері туралы материалда мақтау сөзде жеткілікті. Ел өнерін дамытқан үшін ол Мәдениет министрлігінен, облыс басшылығынан, түрлі өнер ордаларынан марапатталған. 2001 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталып, 2012 жылы Қазақстан Республикасының мәдениет қызметкерінің үздігі атағына ие болды. 2021 жылы дүниеден өтті.